Алматы облысы Қарасай ауданы Бектімбай Қосынов атындағы орта мектеп. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ахметова Жаннұр Дастанқызы. Мен Жаннұрмын тек жүретін шаттанып, ұстазбын деп айталамын мақтанып, өзгелермен тереземде тең болар, қалмаған мен жыр жолдарым жатталып, келісемін үлкендердің сөзімен, жүріп келем солар салған ізбенен, талай шәкірт ұшырғанмын бұл күнде, бала жанын ұғынамын көзінен, қатысқанмын сайыс жарыс сындарға, ғасыратын сірә менде сыр бар ма, алғыс хаттар, дипломдар, мақтаулар, көз алдымнан өтіп жатыр сын бар ма? Бала жүрегі кішкентай күй сандық, сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әр кезде сол кілт тұру керек деп, Мұхтар Шаханов ағамыз айтқандай, әр баланың жүрегіне жол табу, бала бойындағы дарында ашу мұғалімнің ең басты міндеті деп ойлаймын. Шәкірттерінің әрбір жетістігін үшін көру маған үлкен бақыт. Мұғалімнің бүкіл мақтанышы шәкірттерінде, өзі шашқан ұрпақтарының өсіп өнуінде дейді Дмитрий Менделеев. Бала тәрбиелеуде халық тәжірибесіне сүйенеміз дейді Аристотель. Мен де осы ұлы тұлғалардың ізімен бала тәрбиесін тәрбиелеуде халық тәжірибесіне сүйене отырып, өз білімімді ұштандырып келемін. Назарларыңызға рахмет.